Баршаңызға сәлем, гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода дәл осылай тамыры жоқ атроскаларды тез тамырлату жолын айтамын. Қалай тамырлатамыз, қандай тәсілдер пайдалансақ болады. Видео сол туралы болады. Каналға тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Каналда гүлдердің күтімі туралы, ауырған гүлдерді қалай емдеу керек туралы, гүлдемей тұрған гүлдерді қалай гүлдетуге болады, ол не үшін гүлдемейді, сондай көптеген пайдалы видеолар бар. Негізінде ақтарып ашып көрсеңіздер, көп нәрсе үйренесіздер, көп нәрсені түсінесіздер гүлдердің күтімі жайлы да. Ал жаңағы маған личкаға, WhatsAppқа хабарласқанда, бұл менің жұмысым болғандықтан, мен әр гүлдің жаңағы күтімін, не болмаса жаңағы сатып алған гүлді не істеймін деп маған WhatsAppқа хабарласып жатады. Кейбіреулер даже өкпелеп жатады, сен неге ақша аласың деп. Бұл менің жұмысым, ақша аламын. Себебі мен де үйде отырып, күйеуіме 5-10 теңге болсын деп осы YouTube каналда ашқанмын, және жаңағы маған личкаға хабарласқан адамдарға өз білетін білімімді 5-10 теңгеге сатамын. Жаңағы гүлдерінің жағдайын сұраған адамдарға да. Енді кейбіреулер жоқ рахмет деп қоя салады да, кейбіреулер мынандай өкпелеп сөзін айтып кетеді. Енді әркім өзі біледі, менің жаңағы білімімді бағалап, маған сұраған ақшамды төлеп жатқан кісілерге өте үлкен рахметімді айтамын. Ал енді өзіміздің жаңағы видеоға келейік, неге темаға. Так, енді мынау мысалы дифенбахия ма, енді мен точно білмеймін қандай гүл екенін. Бұл маған жаңағы ауырған гүлдермен бірге келген гүл болатын. Сөйтіп мен бұның бас жағын кестім, өзін суға салдым. Өзінде негізі тамыры жоқтығын, тамыры шіріп кеткен почти жоқ болып тымығамайды енді. Өзі үлкен ыдыста отырды бұл. Мен ойымша дифенбахияның бір түрі деп ойладым енді мен жапыраққа қарап та енді. Сөйтіп бұл тамырлады, тамырлағаннан кейін жоғарғы жағын кесіп, точка рост дейді ғой, сол точка ростты кесіп тастағаннан кейін осындай жан-жаннан стрелкалар шығарып келе жатыр да. Енді болашақта стрелка шығарып, жаңағыдай өзінің қандай гүл екенін білдіріп жатса, тағы да видео түсіретін боламын. Сіздерге ұнап жатса, керек болып жатса да. Негізінде гүлдерді тез тамырлату үшін ол суға саласың ғой, мысалы любой атросканы кесесің, суға тамырлатқың келсе суға саласың. Сондай кезде ол шіріп кетпеу үшін негізі активированный уголь бір таблеткасын езіп суға салып жіберсек болады. Ол жаңағы мынау біздің салған атроскамыздың ешқандай шірімей уақытында жақсы тамырлауға көмектеседі. Ол тамырлау несін, жаңағы процесін жылдамдатпайды ол не, уголь. Уголь просто зиянкестерден сақтап, жаңағы залалсыздандырып тұрады да, мысалы шіріп кетуден сақтап тұрады, былайша айтқанда. Заражение болып кетуден сақтап тұрады дегендей ғой, короче. Сөйтіп, бірақ суға тез тамырлатудың жолы, мысалы кейбір гүлдер біздерде тез тамырлайды. Колиус тез тамырлайды. Колиус деген 5 күнде уже тамыр береді. Мен талай рет оны тексеріп те көргенмін, талай рет тамырлатып та көргенмін. Тамырлатпай просто топыраққа тығып та көргенмін колиусты. Одан кейін мынау традисканция деген бізде фиолетовый, менің каналымда көрсеңіздер, фиолетовый жаңағы серебристый полоска түскен не бар менде, шырмауық гүлдер бар. Олар да өте тез тамырлайды. Буындарынан тамыр ашады. Сол буынды суға салсаңыз, ол да жаңағы колиус сияқты 4-5 күнде тамырлайды. Ал топыраққа тықсаңыздар да ешқандай стресс алмайды, солып қалу деген в общем сондай нәрселер жоқ. Ол кәдімгідей өсіп кете береді. Главное топырақ ылғалы болса болды. Және мынау мияталар тез тамырлайды. Үйде өсетін мияталар да тез тамырлайды. Ол гүлдің де менің каналымда күтімі бар. Қалай жасартамын, қалай кесемін, оның барлығын күтімін осы каналда салғанмын. Ашып, пайдалы болса, керек болып тұрса, ашып, іздеп көрсеңіздер болады. Енді менің айтайын дегенім, егер де сіздерде мысалы бар ғой гүлдер, кеш тамырлайды, ұзақ уақыт суда тұра береді, тамырламай. Даже айлар өтіп кетеді, о да тамырламай тұра береді. Сондай кезде не істейміз? Жаңағыдай колиусыңыз болсын, традисканцияңыз болсын, сондай кесіп суға саласыз. Ол суға салғаннан кейін ол 5-6 күнде тамыр береді. Ол қыс болсын, жаз болсын, көктем болсын, тез тамырлайтын гүлдерге ол сезон қызықтырмайды. Тез тамырлайды. Сол айтқан уақытымда жаңағы бір аптаның ішінде тамыр береді. Енді 5 күнде не қойын, бір аптаның ішінде тамыр береді. Ол тамыр бергеннен кейін сол тамырдан білмеймін енді каким-то образом осы суда ауыстырмайсыздар. Осындай ыдысқа саласыз, жаңағы нені, тез тамырлайтын гүлдерді саласыз. Капризный емес, тез тамырлайтын гүлдерді саласыз. Ол тамырлайды. Тамырлағаннан кейін осы суға осындай тамыр ашуы қиын капризный гүлдер болады. Фикустардың ағаш тәріздес бұтақтары мысалы тез тамырламайды. Олар да біраз уақыт ұстайды. Біздің шифлера тез тамырламайды. Сондай ұзақ уақыт тамырлайтын гүлдерді дәл сол суға салсаңыз, сол суды төкпей, лас болса сүзіп алып, жаңағы
қиын тамырлайтын гүлдерді салсаңыз, білмеймін, жаңағы тез тамырлайтын гүлдердің тамырынан какой-то бір зат бөліне ма, бір сондай бір несі бар, әсері бар, тез тамырламайтын сондай капризный гүлдердің өзі сол суға салсаң, бәрін сол суға бірге қосып сап қойсаң, тамырлайды, жақсы тамырлайды оларда. Енді айтпаймын, дәл солар сияқты тез бір аптаның ішіне тамырлайды деп, бірақ өзінің жеке тұрғандағы просто суға салғандағысынан бұл процесс тезірек жүреді. Және мынандай нелерде, долларларда сондайға тамырлатып алсаңыздар болады. Тез тамырлайтын гүлдерді суға саласыз, ол бір аптада тамыр береді. Ол тамыр бергеннен кейін сол суды төкпей, сол суға любой гүлді тамырлата берсеңіз болады. Даже даладағы өсетін мяталар болсын, тамырлатып үйге егіп атады ғой адамдар. Сол секілді үйіңіздегі мына гүлді мен осын тамырлатам. Жоқ, бұл тамырлау қиын, бұрын көргем, шіркеткен, шірітіп алғам деп қорқатын болсаңыздар, дәл осы әдісті жасап көрсеңіздер болады. Жаңағыдай шырмауық гүлдеріңізді, не болмаса жаңағы колюс, қазір білмеймін, енді екінің бірінде бар шығар деп ойлаймын, колюс гүлдері ше, себебі колюс деген ол өте көп тараған, баяғы біздің ата-бабамыздан келе жатқан гүлдер ғой. Олар далада да өсе береді, үйде де өсе береді колюстарда. Сондай гүл болса, мысалы бір сабағын, екі сабағын кесіп алып, кәдімгі таза суға тамырлатасыз. Ол колюс тамырлағаннан кейін шырмауық болсын, жалғыз колюсқа қатқамаңыздар, тез тамырлайтын гүлдер. Шырмауықтар тез тамырлайды, өрмелеп өсетін гүлдер тез тамырлайды. Сондай гүлдерді тамырлатып аласыз, сол суға капризный гүлдерді саласыз. Сөйтесіз, сол кезде ол капризный гүлдерде дәл осылай жақсы тамырлап шығады. Тез тамырлайды, процесс тез жүреді дегенім ғой. Мінекей осылай атроскаларды жеңіл және тез арада жылдам уақытта тамырлатуға болады екен. Бұны да тексеріп көрдім, жасап көргем менде, бірақ жаңағы осы енді ғана видео түсіріп сіздерге айтып отырмын. Мінекей мысалы осы суды алып басқа гүлдерді тамырлатсақ болады. Долларды да тамырлаттым. Осы үшеуін бір горшокқа отырғызып, пышный қылып өсіруге тырысамын енді Құдай қаласа. Дәл осылай өз гүлдеріңізді көбейтсеңіздер, жаңағы әдіспенен тамырламайтын, ұзақ уақыт тұрып алатын гүлдерді тамырлатып көріңіздер. Өздеріңіз тексеріп көріңіздер. Бірақ жарық жерде тұру керек. Бұл қатты күннің астында тұрмау керек. Атроска деген жарық жерде тұру керек. Күн онша түспейтін, бірақ жарық жерде тұру керек. Сол кезде ғана жақсы тамырлайды. Одан кейін естеріңізде болсын. Кейбір гүлдерді суға тамырлатуға болады. Көп гүлдерді болады негізі. Кейбір гүлдерді суға тамырлатуға болмайды. Олар суға салсаң шіріп кетеді. Мысалы, стволдары су тисе шіріп кететін гүлдер. Олар драценалар. Драценалардың стволдары суға тисе шіріп кетеді. Юкалардікі де сондай. Суға тисе шіріп кетеді. Тағы қандай гүл бар? Нені суға салып тамырлатуға болмайды. Эухарис деген гүл бар ғой, кеше маған бір қыз жазды. Эухарис гүлімнің бүкіл тамыры шіріп кеткен, только пиязы ғана қалды дейді. Оны да суға салып тамыраштырып аламын деп адамдар қателесіп, полный пияздың бәрін шіртіп алып жатады. Негізі суға салып тамырлатуға болмайды. Мінекей бүгінгі видеом пайдалы болса, каналға тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазып, түсінбеген жерлеріңізді комментарияда сұраңыздар. Егер де сіздердің осы видео пайдаларыңызға асып жатса, мен қуанамын. Гүлдеріңіз әдемі болып жайқалып өсе берсін.